Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін денсаулыққа пайдалы, өте дәмді компот жасайтын боламын. Бұны күніге ішіп тұруға сіздерге кеңес берер едім. Барлық балаларға, үлкендерге, әсіресе екі қабат әйелдерге, гемоглобин көтергенге өте пайдалы компоттардың бірі. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын, сол жерден қарасаңыздар болады. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіз, және қоңырауша белгісін басып қойыңыз, келесі видео шыққан кезде сіздерге бірінші болып көрініп тұруы үшін. Менің каналымда бұдан да басқа ыстық тағам түрлері, салаттар, пирожныйлар, торттар бар. Кіріп, қарап көрсеңіздер болады. Ал енді компотымызды дайындауға көшеміз. Ең бірінші бізге керек заттар: алма, нават, қызылша, 5 литр су және мейіз қажет болады. Ең алдымен біз қызылшамызды осылай үлкенірек қып турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін қайнататын ыдысымызға сала береміз. Алмамызды дәл солай видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аласыздар. Аптап ыстықта күніге ішіп тұрсаңыздар, салқындатып пайдалы әрі дәмді сусынның бірі. Алмамызды да қайнататын ыдысқа сала береміз. Одан кейін үстінен мейізімізді салып, наватымызды да салып, үстіне 5 литр суымызды құйып, отқа қоя бастаймыз. 20-30 минуттай қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін суытып, сүзіп алып, ұсына берсеңіздер болады. Осылай дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.